Ақбота өнер орталығы бүгін 15 сәуір күні Түркістан қаласында Алаш өнер орталығының ұйымдастыруымен өткізілген халықаралық Түркістан фест байқауына қатысып, алғаш рет домбыра үйірмесінен бірінші орын алдық. Сезімім өте керемет. Бірінші рет домбырадан конкурсқа шыққаннан өте қатты қолдау жүрдім. Бірінші орын алғаннан қуанып жылап жібердім. Бұл біздің алғаш рет домбырадан конкурсқа қатысуымыз болғандықтан, қатысудың өзі бізге ерекше көңіл күй сыйлады. Ал бізді бірінші орын деп шақырған кезде өте қуанышты болды. Және де бізді қолдап сонша келген ата-аналарға, осындай конкурстарға келген Ақбота өнер мектебіне мың алғыс айтамын. Мен домбыраны мүлдем тарта алмайтын едім. Енді Ақбота өнер орталығына келіп, тартуды үйреніп, осындай конкурстарға қатысып, жүлделі орындар иеленіп жатырмыз. Енді бас жүлде алуға тырысып. Біздің домбыра үйірмесінің тренері Шұғыла Серікқызы қыздарымызды бірінші конкурсқа келіп, өзінің сезіммен бөліссе. Ең алғашқы жұмыс орным бұл Ақбота өнер мектебі, ең алғашқы оқушыларым, ең алғашқы қатысып жатқан конкурсымыз, алғашқы қадамымыз өте сәтті болды. Қатты қуаныштымыз, бірақ қуанышпен қатар қорқынышымыз қатар болды. Сахнаның артында тұрып қатты қолбал жыдық, солар үшін әрқайсысы үшін уайымдадық. Ең алдымен ата-аналарға алғыс айтамыз, ұл қыздарын қолдап, осылай конкурстарға жіберіп, бізге сенім артып жүргендеріңізге мың алғыс. Ақбота өнер мектебіне мың алғыс. Осылай мүмкіндік беріп, конкурстарға жіберіп, бізді қолдап, алып келіп отырғандарына бұйырса, иншалла, бұдан да енді жақсы шетелдерге шығып, басқа қалаларға барып, биік белестерді бағындыртып, гран-прилерден көретін боласыздар. Алла қаласа, бұдан да жоғары деңгейде ойнап шығамыз, ойнайтын боламыз.